Ассаламу алейкум, қадірменді қонақтар. Бүгінгі біздің басты тақырыбымыз әйелдердің рухани дамуы және жатағымнан қорғану жолдары. Бүгінгі бізде қонақта Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының ұстазы, әйелдер секторының жетекшісі Назерке ұстазымыз қонақта. Жезқазғанға қош келдіңіз сіз. Қош көрдік. Сізбен танысқанымызға қуаныштымыз. Жалпы сізді осы уақытқа дейін көріп, тамашалап жүргенбіз және шынайы өмірде көру бізге өте бақыт. Рахмет келгеніңіз үшін. Рахмет шақырғандарыңызға. Жалпы Назерке ұстаз, сізге бүгінгі тақырыбымызды бастамас бұрын, енді сіз үлкен ұстазсыз, қаншама жерлерді көрдіңіз, өмір көрдіңіз. Осы өмірлік жолдағы сіздің түсінген миссияңыз, мысалы рухани даму жолындағы көрген жолдарыңыз, солмен бізге бөліссеңіз, біз жастар ретінде сіздің артыңыздан ізбасарыңыз ретінде сізді тыңдап отырған қаншама жастарымыз бар. Өзіңіздің рухани даму жолыңызбен бізге бөлісіп айтып берсеңіз жақсы болар еді. Бисмилля, негізі мен рухани даму жолым жалғыз болған жоқ. Мен рухани даму жолым 17 жасымда тұрмысқа шыққам ғой мен. 18 жасымда толық отбасылық ерлі зайыпты атанып, қалай дейді, заңды түрде қолымызда мемлекеттік ЗАГСтың қағазы бар, 18 жасар болып жүріп, ерлі зайыпты болып 20 жасымда 2 балам болған мен. Өмірлік жолым менің негізі руханиятым отбасылық құндылықтармен басталды. Сондықтан ең бірінші нәрсе қыз баланы тұрмысқа беруге асығыңдар деген нәрсе қосыламын. Себебі жалғыз басты жүрген қыз баланың руханияты соншалықты тереңдей түспейді екен. Отбасы болған кезде ол ашылады деп өзім тәжірибем сұрап ғой енді. Өзім тәжірибемнен соны айтар едім. Біз қол ұстасып, жолдасымыз екеуміздің руханиятымыз бірге дамыған ғой. Негізі ренжісіп, татуласып, енеге қызмет етіп, одан енеден көңілін қалып, қайта оралу деген жол ғой енді. Сәкен Сейфуллин ағамыз айтпақшы, тар жол тайғақ кешуді бірге өтіп жүріп, руханият дегенде сол жолда құлап, сол жерде қайта тұрып, сол бір өмірлік жолда өкпелеп, өмірлік жолда балалықпен бір дұрыс емес нәрселер істеп қойып, қайта қайтып, қайта тауып жүрген кездің барлығы мен қарасам жарым қасымда болғандықтан өтіп кеткен бір сәттер болып қана қалды да. Мүмкін ол бір сәттер, егерде мен жалғыз болып жүрсем, осында қазір оңай жеңіл айтылатындай болмайтын беді. Сондықтан да бұл жердегі руханияттың өсуі, дамуы көпшілікпен бірге болады екен. Мысалы, жолдасың бар, жолдасыңның қасында дүниеге келіп жатқан перзенттерің бар, және мына жақта қайын жұртың бар, мына жақта өзіңнің жұртың бар. Енді өзіңде достар бар еді, енді күйеуіңнің достары бар жолдасыңның. Сөйтіп қоғаммен бірге дами отыра, қоғаммен бірге өсе отыра, қоғамда жақсы адамдармен бірге, ізгілермен бірге жүре отыра, дәл осы уақытқа жетіп қалдық. Соның ішінде мен түсінгенім, бұл жолда жақсылармен жүруге тырысу керек та. Сен дамытатын, сен түзе алатын, сен тоқтата алатын, саған былай жүрсең жақсылыққа барасың, мынаны істемей ақ қой деген кезде, бұл деген менің досым ғой, рас бұл маған шынайы жаны ашып тұр ғой дейтіндей сенімді қасыңда адамдарың, серіктерің болған кезде бұл із болып қалады екен. Ал егерде ондай дос, ондай бір жан ашитын қасыңда адам табылмаса, және ата-ана, ата-ене қолдамаса, дәл қазір өстіп отырмайсың, руханиятың көтерілмейді, шығармашылық қабілетің ашылмайды, жолыңды да таба алмай, көп адасып қаласың. Сондықтан бір адам ештеңе істей алмайды, қасындағы егер оны қоршаған адамдар көмектесіп жібермесе. Биыл бізге тұрмыс құрғаныма мен отбасылық жағдайымыз 35 жыл болды. Жолдасымыз екеуміз бір-бірімізге қалып, қалай біз 35 жылды өткіздік бірге дейтінде уақыттарымыз болады. Сондықтан енді бұл жердегі бір із, рассыз айтқандай, із қалатын нәрсе отбасының құндылығы, ол сабырлық екен ғой. Көркем сабыр және сол адамды қабылдау, кешіре алу деген бір форматтарын дұрыс орындап беруді. Өзіңе қалағанды қалап тұрсаң да соған тілеу. Мысалы, біз жолдасымыз екеуміз былай істейтінбіз. Енді студент болдық қой біз. Нан тураймыз, нан тураған кезде ол міндетті түрде қыртысын маған береді. Қыртысын. Мен жақсы көремін. Содан біз уақыт өтті, бір күні мен қыртысын кестім да, сен жеш дедім. Сөйтсем айтады, мен өмір бар осы қыртысын жегім келетін дейді да. Бірақ сен ренжіп қалмасын деп саған беруші едім дейді. Қараңыз, элементарный нәрсе, мен соны қатты ойланып қалдым. Бұл кәдімгі өзді жегісі келеді екен ғой. Мысалы, басқа жерден жеп алса да бөлек қой, бірақ бірге отырып, дәл сол қыртысты маған бергенді ол өзі бір не сезінетін екен ғой, сонда бір қамқорлық,
сондай. Ал мен сол қыртысты алып жегенді оның қамқорлығын сезгендігім болып келеді екен. Сондай бір кішкентай нәрселердің өзі қуаныш сыйлай алатындай. Студенттік өмірімізде бірге жүріп, кейін ол кісі ішкі істер министрлігіндегі академияның доценті, аға оқытушысы болып, ол да ұстаздық жолында қызмет етті, мен де ұстаздық жолда қызмет етіп, әлі дейін бірге оқып, жағаласып, бірге дамып келе жатқан жағдайымыз бар. Сондықтан бағыт бір болса, екеуінің ойы бір болатын болса, бір-біріне дұрыс қолдау көрсете алатын болса, ол өмірден босқа өтпеген, өмірде қиындық көрмеген адамдардың қатарына жатып кетеді. Егер дәл солай бір-бірінің шығармашылық қабілетін көтермейтін болса, бірін-бірі басып отыратын болса, ол жерде қиындық көрген өмір болып кетеді да. Қабылдау ғой. Сонда мен сіздің ойыңыздан түсінгенім, екі жарты бір бүтін болып, сіздердің осы тұлға болып қалыптасуыңызға жарыңыз көмектескен ғой, иманыңыздың да толық болуына, бәріне, Иман жағына, оның толық болуына біз себепкер болдық, себебі біздің ата-анамыз намаз оқыды да. Ол кісі қайта иман жағын бізден көбірек алды. Енді сіз әйел адам ретінде, мысалы, осы әйел адамның өмірдегі миссиясы не деп ойлайсыз? Ана болу, әйел болу. Енді ана болу деп айтқан кезде көп адамның тағдырына мүмкін ана болу бақыты жазылмағанмен, жар болу бақыты жазылады. Негізгі әйел адамның өмірге келгенде қыз баланың тағдырына жазылатын нәрсе некелі болу ғой. Отбасында бір құндылықты сезіну, жары болу, күйеуге бойұсыну, күйеуге қызмет ету ғой. Негізгі миссиясы, мақсаты бала шағасына жақсы тәрбие беріп, қоғамға рухани бай, рухани дұрыс, психологиялық тұрғыда сау эмоционалды адамдар тәрбиелеп беру әйел адамның міндеті ғой. Енді осы сіз айтып отырсыз да, қазіргі таңда енді миссияны әйел балаға әсіресе басқаша орнатып жатыр да ата-аналар. Осыған ойыңыз қандай? Мысалы, қазір кез келген жас қыздардан миссияң қандай деп айтсаң, мысалы, әкеме көмектесу, анама көмектесу деген сияқты нәрселер айтады да. Сіз оған қандай ой айтасыз? Мысалы, оны қалай өзгертсек болады миссияларын? Кеше осы тақырыпты қозғадық қой бір жамағатпен. Сол кездегі мен психолог ретінде мектептерге шақырады, сол кезде дәл осы сұрақты қоямын ғой қыздарға. Сенің арманың не деп кеше айттық қой. Сонда менің арманым ата-анамды қажылыққа апару, менің арманым әкеме көлік алып беру, менің арманым анамды қыдырту деп. Менің анам көп бізге қызмет еткен, менің әкем біз үшін табыс тауып жүрген деп қыздарға сондай бір ақпаратты ата-ана жақсы сала алады. Және оны жақсы көрсете алады да, қыздың бір нәзік сезімдері, қыз негізі эмоционалды тұрғыда эмоциялық сезімдерден көп тұрады ғой. Соны жақсы қабылдап алады да, соны өзіне бір бағдарлама қылып енгізіп алып, үлкейген кезде де, отбасын құрған кезде де сол программасы, оны бағдарламасы қойып қойған ниеті десек те болады, шариғи терминологиямен, сол жетелеп тұрады да, толық қанды бүтін өзінің барған жеріне сіңуіне мына жақ алаңдатып тұрады. Шіркін мен ата-анамды қажылыққа апарсам, шіркін менің әкемде бір жақсы көлік мінсе ғой, анамды қыдыртсам, шіркін ай деген нәрсесі кезінде салынып қалған, өзіне салып алған бағдарламасы мына келген өзінің нағыз отбасына, қайын жұртына, жолдасына қызмет етуде көп кедергі болады. Сондықтан қыз баққан кезде сен қонақсың, сенің баратын жерің бар, сен қазір біздің үйде уақытшасың, біз сені ханшайымдай күтіп, өзіңнің киесілі жеріңе әдемілеп өткізіп берсек, сол бізге ең жақсы нәрсе деген ақпараттармен өсірсе, ол бала бөлінбейді. Кеше айтып отырмыз осы, егер ұл баланы дейді, ұл баланы тәрбиелесең, азамат қылып тәрбиеледім деп отырады да, бірақ ұл балаға көп ата-ана көп салмақ салмайды, аяйды ұлдарды. Қыздардан гөрі ұлдарды аяйды, неге екен? Осы тұста ұлдарға сұрақ қоясың ғой, сенің арманың не десе, күшті көлік міну дейді да. Күшті кино қыдырсам, ақша тапсам дейді. Ата-ана деген нәрсені көп айтпайды. Енді ата-анаңшы десе, ата-анамды да ғой, әрине деп, өз сенің айтқан пікіріңмен ата-анасын қосып қояды. Осы тұста да бізде үлкен бір баланстың бұзылуы деп айтсақ болады. Баланстың бұзылуы қыз бен ұлдың рольдарын алмастырып беру. Сондықтан ұлды ұлша, қызды қызша тәрбиелеген ең дұрыс тәрбие. Әрине, дұрыс айтасыз. Қазіргі таңда енді қарасаңыз, енді ата-анасы деструктивті ағым өкілдері емес. Мысалы, ортасы деструктивті ағым өкілдері емес. Бірақ та қыз баланың бойында деструктивті ағым өкілдерінің теріс діни белгілері байқалып жатады да. Оның себебі неде деп ойлайсыз? Және мысалы қазір интернет желісінде ақпарат өте көп қой. Дұрыс ақпарат та беріледі, бұрыс ақпарат та беріледі. Бірақ та ол жерде неге именно бұрыс ақпараттарды теріп алып жатыр ол қыздар? Не себеп деп ойлайсыз?
негізі мына деструктивті деген сөз тек қана шариғатқа қатысты емес қой. Деструктивтік деген ұғым ол психологияда бұзылу дегенді білдіреді да. Деструктивтік үйде қарым қатынас болуы мүмкін, эмоционалды түрде баланы қысымға алуы мүмкін, не болмаса үлкен баланы көп жұмсайды ғой, мысалы көп жұмсауы мүмкін, бала өзінен өзі болмысын жоғалтуы мүмкін. Бұл психологиялық тұрғыда баланың, адамның өзін өзі қалай дейді, эмоционалды түрде жоғалтып алуы. Енді біз шариғи тұрғыда деструктивтік ағым ретінде қарайтын болсақ, сезімдері құнсызданған кезде, өзін өзі бағаламаған кезде бұл барып ағымға ұрынады, сөзсіз. Сондықтан бұл жерде ата-ананың тәрбиесіне, ата-ана деструктивтік ағымда болмаса да деструктивтік психологиялық тәрбие бере алған деп қарастыруға болады. Әрине, солай қарастыруға болады. Баланы ұрмаңыздар дейміз, қыз баланы ұрмаңыздар, төмендетпеңіздер, балаға дұрыс бағыт беріп жіберіңіздер, бала мейірімге мұқтаж деп бекер айтпаймыз ғой. Ой, баланы еркелетсең бұзылады, балаға қолпаштау көрсетсең ол тыңдамай кетеді деген нәрсе дұрыс емес. Еркелете отыра, кәдімгідей ересек қылып әдемілеп тәрбиелеуге болады. Деструктивтік психологиялық қысым көрген бала деструктивтік ағымға бейім болады. Содан басталады. Содан басталады, әрине. Отбасынан. Енді мысалы қараңызшы, қазір жастар көбі, мысалы шүкір Алла, дінге қызығып жатыр, жастардың бәрі намаз оқығысы келеді, жас қыздарымыз хиджаб кигісі келеді. Бірақ та зайырлы ұғым мен осы деструктивті ұғым екеуін шынайы өмірінде ажырата алмай қалады да, мысалы бүкіліне тыйым салып тастайды. Еркіндік, мысалы, енді еркіндік берілген ғой дінде, шектен шықпаңдар деп, бірақ олар қатты беріліп кетіп жатады да. Ондайдың алдын қалай алсақ болады? Мысалы, қалай түсіндірсек болады, ол балалармен қалай жұмыс жасасақ болады алдағы уақытта? Негізінде мына дінге адамдар екі түрлі келеді. Оны Абай атамыз айтады ғой. Негізі біздің Абай атамыз дінтанушы ғой, теолог. Тура сондай теолог мамандығын зерттеген адам ғой, былай қарасаңыз, философиялық ғылым ретінде қарастырылған ғой дінді. Осы тұста ол кісі айтады, адамдар екіге бөлінеді дейді. Абай атамыздың сөзі қара сөзінде келеді. Адамдар өз ақылымен табады дінді дейді, және еліктеумен келеді дейді. Хақиқи дін деп бөліп айтады ғой. Сонда еліктеумен келген адам, ол еліктей алады. Қасында қандай бір деструктивтік, не болмаса экстремизмдік көзқарастағы адамға еліктеп кетеді. Неге? Иман орныққан жоқ та. Тастиқ дейміз ғой, тілмен айту, жүрекпен бекіту болмады да, еліктеумен келді. Ал егер де хақиқи дін болып, Абай атамыздың тілінде айтып отырмыз, философиялық көзқарасында нақты жүрегімен қабылдаған адам, ол нақты жүрегіндегі Алламен байланысын сезе алады. Сондықтан бұл жерде ол адам қалай келді дінге, еліктеп келді ма, жоқ әлде өзі Алланың қалауымен, ақылымен тауып келді ма деп зерттеу керек та. Егер де ол еліктеп, дос оқыған намаз, ата-анам оқыған намаз деп еліктеп келетін болса, ол адамға Абай атамыздың тілінде бұзылмайтын, айнымайтын көңіл, қорықпайтын жүрек тілеу керек та. Соны ары қарай иманын нықтау үшін көп ақпараттар беріп, КМДБ дейміз ғой, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының белсенді мықты ұстаздар бар ғой, солардың уағыздарымен сусындандырып, жүрегіне иманды орнатып беруге ниет ету керек. Негізі ол өзі де білмей қалуы мүмкін деструктивтік ағымға түсіп кеткен. Себебі ол көңіл күймен келді да. Эмоциямен келді, көңіл күймен келді, күйзеліспен келген шығар мүмкін. Мүмкін қатты тығырыққа тіреліп, осы менің бір шығар жолым осы дін деп келді ма? Және де ол шығар жолын күйзеліспен, шығар жолым менің осындай бір ағымдардың легімен жүру, не болмаса жаңа Сирияға кеткен адамдар бар, барып өзімді шахид деп, осы дін жолында құрбан ету деген сезімдермен алып кетуі мүмкін. Сондықтан бұл жерде тағы да ата-ана ғой. Ата-ана, мысалы ата-ана бастау, бұлақтың бастауы таза болса, ата-ана балаға мейірім көрсетіп, баланың руханиятын бұзбастан тәрбиелеп берсе, ол балада өмірде қателесіп шатаспайды. Сондықтан да енді ата-ананың деструктивтік үйде қысымдық, психологиялық бір қысымын көрген бала міндетті түрде бұзылып қоғамға дұрыс емес болып шығады. Сол үшін ата-ананың өте үлкен қаруы бар да, қоғамға дұрыс адам тәрбиелеп беру, немесе қоғамға бүлінген адам тәрбиелеп беру. Ал енді мысалы қазіргі таңда енді бұл деструктивті ағым өкілдерінің үйінде өсіп жатқан қыздар ғой. Ал сол ағымның өкілдерінің үйінде өсіп жатқан жас қыздар бар мысалы.
олардың болашақта қандай проблемамен кездесуі мүмкін, немесе ол қыздарға болашақта қандай жол ұсына аламыз, егер мысалы осознанно түзелгісі келеді, бірақ оған уже ата анасы миына құйып тастаған, мысалы осылай болу керек, өйткені балалардың ойында сондай ғой, кішкентай кезінде қалыптасса ол дұрыс па бұрыс па жасайды, ал ол адамдарды кейін қалай жолынан қайтара аламыз? Енді тура жолды ихдина сиротол мустақимді нәсіп ететін Алла ғой. Мысалы біз тура жолды сұрауға болады Алладан дұғамен, бірақ біз тура жол тек қана былай жүрсең дұрыс деп қана көрсете аламыз. Негізінде тура жолды беруші Алла ғой. Дәл сол отбасында дүниеге келіп, дәл сол отбасында тәрбиеленуді Алла тағала тағдырларына жазды. Және де оны ол қабылдай ма, жоқ әлде ол еліктеп келді ма, жаңа Абай атамыз айтқандай, оны біз білмейміз. Мүмкін ол дәл сол отбасында жүріп, тура жолға түсіп, қалай дейміз, өзіміздің Абу Ханифа мазхабы, Матруди ақидасы дейміз, қабылдауы да мүмкін. Сондықтан біз біреудің тағдырына ешқашан баға бере алмаймыз. Ол біздің тарапымыздан дұрыс емес нәрсе да. Баға беруші иеміз бар, біз ескертеміз, ескертуде пайда бар дейміз, ар жағын енді реттеуші бар. Енді қазіргі таңда бетті бүркеу мәселесі бойынша заң шықты, өзіңіз де білесіз. Бірақ та сонда да қазіргі таңда тіпті ханафи бағытта жүрген қыздардың өзінде де бет бүркеу әдісі бар. Беттерін бүркеп алады да. Ал сұрасаң, мен ер адамдардың көзіне түскім келмейді дейді. Мысалы, сол қыздарға қандай насихат айтар едіңіз? Енді жақында болған оқиға, бетін бүркеп келген қыз, мен тек қана жай ғана тағып алдым деген ақпарат айтты, өзіңіз де куә болдыңыз. Соны жай ғана тағып алуға болмайды. Ол Қазақстан Республикасының заңында еніп қалды, бетіңді бүркеме деп. Бетіңізді бүркеу заңмен қарастырылады деген кезде ол түбін түсінбей тұр да, неге деп. Енді қараңыз, қазіргі кезде біз не істейміз? Осы орамалымыз тағып, еркін Құранымызды ұстап, мешітке барып жүргенімізге зайырлы мемлекетте Аллаға шүкір етеміз, және де басшыға бағынамыз. Егер де біз дінді тереңдетіп, тағы да Абай атамыз айтады, сопылық деңгейге жеткізіп алу дінді дейді. Болмаса дінді тіпті де дұрыс емес, қайшы түрде түсіндіріп алу, ол да бір бұзақылық деген секілді келтіреді ғой. Осы тұста біздің айтып кететін нәрсеміз, сопылықты да дұрыс ұстау керек, дінді де дұрыс ұстау керек, және де бұл діннің шегіне шығып кетпеу керек та, заңға бағыну керек. Бұл нәрсе сізге ұнағанымен заң қабылдамай тұр, біздің мемлекетіміз зайырлы мемлекет деп түсіндірген кезде, сол кезде көрдіңіз ғой, қыз шешіп, бетіндегі нихабын сумкасына салып кетті да, түсіндірме жұмыстарын көбірек жүргізіп, түсіндірме жұмысында ол адамға мейірім таныта отыра, ол адамды төмендетпей, ол адамның бетін жауып алғаны дұрыс емес, бірақ заңымыз оны қолдамайтындығын анық, ашық айтып беріп, Құранда ол әуретке жатпайтындығын тағы да алдыға тартып, дұрыс бағыт беріп жібергенде, қай бір Алланың қалауымен жүрегіне сол біздің сөзіміз түсіп қалатын болса, ол бетінен райынан қайтуына да Алла жәрдем болсын дейміз да отырамыз. Біз тағы да ескертушіміз ғой, ескертеміз, тек қана ескертуде пайда бар деп. Ар жағындағы әрекет ол ақылына салады, ақыл үшін жауап береді, және де бүлікшілерден болып қалмайық деген ақпаратты да айттық қой. Бұл бір бүлікшіден болып қалмайық деп те айттық. Енді соны дұрыс түсіндірілуіне де Алла жәрдем болсын дейміз. Енді өзіңіз жалпы дінтанушы, теолог маманы ретінде өзіңіз осындай жат ағым өкілдерімен кездескенде бір басыңыздан өткен оқиға бар ма? Есте қалардай бір оқиға қалған? Дін өкілдерімен, жат ағыммен жұмыс істеген кезден мен онда тереңдетіп жұмыс істеп кеткен жоқпын. Себебі біз мешіт ұстаздарымыз ғой. Мешітке бұндай бағытта көп келе қоймайды. Бірақ та жат ағым екендігін білмейтін, скрытная форма салафизма дейміз ғой. Мысалы, жат ағым екендігін білмейтін де адамдар болады. Бірақ мен сүннетпен жүрмін, пайғамбарымыздың сүннеті, мен Құранмен жүремін, сүннетпен жүрмін дейді. Бірақ та ол салафизмдық көзқараста екен түсінбей қалуы да мүмкін. Сондықтан бұл жерде де түсіністікпен қарап, дұрыс ұстап, ақиқатын айтып, түсіндіріп беруге мешіттің ұстазына да білім керек та. Мешіттің ұстазына да білім керек. Ол да әр мешіттің ұстазы да дінді де жақсы біліп, дін танушы болып, ислам танушы болып та, енді психолог та болып, түрлі форматқа ене алатындай болу керек. Сондықтан енді бір айқын, анық, менің мына оқиға есімде дейтіндей оқиға есіме түсіп тұрған жоқ. Бірақ та салафизмдік бойында бір белгілері бар адамдар, қыздар келіп тұрады, бірақ білмейді олар. Түсінбейді да.
осылай істеу керек екен ғой, уағыздарды тыңдайды, интернеттен көреді, тағы да басқа бір білімсіздікпен көптеген ақпараттар жинап алады да, сол бір дұрыс деп қабылданып келеді. Сол кезде дұрыс бағыттап жібереміз, мысалы олай емес, ол ақпарат дұрыс емес деп. Қабылдайтындар қабылдайды, мешітке келеді, білім алады, қабылдамайтындар енді қабылдамай мешітке көрінбей жоқ болып кетеді. Жоқ болып кетеді. Енді өзіңіз айтып отырсыз ғой, барлығы травмаға, ата-анаға келіп тіреледі деп ше. Қазіргі таңда енді қыз баласының тәрбиесінде мысалы деструктивті ағым өкілдеріне кіріп кетуі ата-ананың удобный қылып баланы тәрбиелеуінен деп ойламайсыз ба? Қыз баланың мысалы білім алма, керек емес, сен тұрмысқа шығасың, сен етпей ақ қой, болды, таста деп ше. Мысалы білім алмағаннан кейін енді оған көп сырттағы адамдар әсер ете алады да, ол білім алмағаннан кейін мысалы білмейді, біреу мысалы алтынды харам деп айтса, харам дейді да, бүйтіп отыра береді деген. Сондай қыз тәрбиелеп өсірмес үшін ата-ананың рөлі қандай болу керек? Негізінде жаманнан жақсы туады дейді, қазақ атам айтады, адам айтса сенгісіз дейді. Жақсыдан жаман туады, адам айтса сенгісіз дейді. Сондықтан бұл жерде тағы да ата-ананың оқымай-ақ қой, білім алмай-ақ қой дегенінен тыс өзінің бір балалардың ерекше бір ілімі болады да, өздерінде бір қабілеттер болады. Сол қабілетіне қарай ол икемделе бастайды. Тек қана ата-ана бағыттап, білім алмай-ақ қой, сен солай істеме деп сіз айтып тұрсаң, басып, шығармашылық қабілетін ашпай, сондай бір төмендеткен сайында мүмкін басқа бағытқа кетіп қалар деп айтып отырсыз ғой, соған келтіріп отырсыз ғой. Бұл тұста енді кейде қарасаңыз, баланың өзінде де кейбір балада даналық болады. Кейбір баланың өзінің бойында бір ата-анасы тіпті ойламаған жерден бір тектілігімен, даналығымен шығып кететін де ситуация болады. Сондықтан да енді жеңіліп қалатын, төмендеп қалатын, өзін құнсыздандырып, ата-анасына ерегесетін адамдар дәл сол эмоционалдық күйде деструктивтік ағымға ұшырап қалуында мүмкіндіктер бар. Ал кейбіреу жоқ, олай емес екен ғой, мен намаз оқимын, мешітке барам, мешіттен табам мен білімді дейтіндер де бар. Мысалы, мен ата-анам осындай маған қорлық көрсететін, ата-анам ұратын, анам ұратын, үйге кіргізбей қоятын, содан мен мешітті паналадым, мешіттен білім алдым дейтіндер де бар. Тағы да қарасаңыз, бұл тура жолды беретін де Алла, маңдайға жазылған тағдыр да Алладан, Аллаға ғана сол арқа сүйейміз да. Біз тек қабылдап, Алла разылығы үшін деп мүмкіндігінше жәрдем бере алсақ бердік, бере алмасақ дұға тілейміз сыртынан. Ал қалғанын істейтін оның ниеті және жасайтын амалы және Аллаға деген мүмкіндігінше толық сенімі, ихсан дәрежесі әдемі болатын болса, ол Алланың қалауымен алып шыға алады. Ал егер ихсан дәрежесінде ондай бір керемет бір біліммен ғана өлшенбейтін ілім деген нәрсе бар ғой, бір ілімімен, Алланы тануымен, бір көкірек көзінің ашылуымен алып кететін болса, ол нұр үстіне нұр ғой. Олар бала басынан бастайды. Сол сияқты ғой. Енді мысалы қараңыз, рухани мықты әйел, соны үш сипатпен сипаттап бере аласыз ба? Қалай өзіңіз мысалы рухани мықты әйелді сипаттай аласыз? Бірінші, рухани мықты әйел деп мен ең бірінші рухани мықты әйел деп түсінігі мол адамды айтар едім. Ол біздің Хадиджа анамыз. Ол кісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам түсіне алды. Қандай пайғамбарымыз қазіргі тілмен айтқанда күйзеліске түсіп кетсе де, ол кісіні пайғамбарымызды Хадиджа анамыз түсіне алды. Екінші, рухани керемет адам деп білімге құштар әйелді айтуға болады. Ол Айша анамыздың келбеті. Айша анамыз білімге өте зерек болды. Білім алуға әрқашан ынталанды және ол білімді таратты. Дәл сол рухани мықты әйелдің бейнесі. Білім алу құдықпен ине қазғандай. Енді инені алып құдық қазып көріңіз. Оған қаншама нәрсе керек, қаншама сабыр керек, қаншама төзімділік керек. Айша анамыз сол нәрсені істей алды және оны жан-жаққа таратты. Хадис совет болып, мысалға, ғалым болып тарихта қалды. Сондықтан білім алу парыз. Әйел адам, руханияты мықты әйел адам білімге құштар болады. Әйел адам бойынан бірінші мейірім табылса, екінші білім табылса, үшінші әйел адамға міндетті түрде керек отбасының құндылығын сезіну. Руханияты мықты әйел отбасының қадірін білетін әйел. Отбасы деген кімнен тұрады? Күйеуден тұрады, жарынан тұрады, қол астындағы балаларынан тұрады. Соларға деген бүкіл болмысын сала алатын әйел руханияты мықты әйел. Себебі күйеуге бойұсыну үлкен даналықтан тұрады. Балаларды бағып қағып жеткізуде де үлкен даналық, үлкен төзімділік, үлкен сабырлық,
аналық махаббаттан тұрады да. Сонда сол үш формат деп қабылдаймыз. Біріншісі мейірім, екіншісі білім, үшіншісі отбасының құндылығын бағалайтын әйел, руханияты мықты әйел. Өте дұрыс айтасыз. Жалпы ұстаз, мен сізге толықтай келісемін. Енді осы Жезқазған қаласына келдіңіз, әйел жамағатын көріп жатырсыз. Жалпы қандай ой түйдіңіз осы жақтан? Негізі жамағатта көп нәрсенің тізгінін ұстап тұрған дәл сіздердің, қалай деп айтамыз, сіздердің дін істер басқармасы. Себебі жатағым деп айтамыз ғой, енді қыздардың келуі, сіздерге құрмет көрсетуі, сіздермен қарым қатынасы, сол жерде мен байқағаным, дәл сол жердің теологтарының дұрыс көркем мінез көрсете алуы және де бейбіт бауырмалдық қарым қатынас ұстай алуын байқадым мен. Екінші, медресеге бардық, мешітке келдік. Сол кездегі жамағаттың әлі де білімге құштарлығы, аха, тағы да біреуден білім естіп қалсам, аха, маған білім берсе екен деген білімге деген бір құштарлығы қатты сезілді. Енді өзім көп айтқым келді, уақыттың тығыздығына қарай көп нәрсе айтылмай қалды. Дегенмен ана жамағаттың көзі жанып, мен осы білімді алып қалсам екен, тағы да айтса екен, маған тағы да айтса екен деген білімге деген құштарлығы қатты маған өте үлкен әсер берді. Ал енді бізге тағы қандай жол нұсқар едіңіз? Мысалы, енді біз осы жұмыстарды жақсартсақ, дұрысырақ болар еді деп. Уақыт өте аз. Жол көрсетуші әр саланың, сіздердің салаларыңыздың, мешіт салаларының басшылары бар, ұстаздары бар. Біздікі тек қана тілек. Осты істеп жүрген істеріңізге Алла тағала берекет берсін. Бұл дүниеде, ақиретте Алла тағала сіздер дәрежелесін деген тек қана біз тілек тілей аламыз. Ал нұсқайтын оның кем кетігін мен көріп үлгермей қалдым ғой. Уақыт аз ғой. Кем кетігін өздеріңіз білесіздер, және соны басқарып отырған басшылар біледі деп ойлаймын. Мен мысалы кем кетікті көруге келмедім. Мен өзімнің біліміммен бөлісуге келдім да, маған бәрі өте тамаша көрінді. Жақсысыз, Алла разы болсын. Сізбен сұхбаттасқаныма өте ризамын жалпы. Рахмет, мен де разымын.